Енді жасанды интеллект бүгін біздің өмірімізге кірді. Ол бүгін емес, келесі 5 жылда, 10 жылда, одан кейінде де біздің күн тәртібімізде, біздің өмірімізде болады. Одан сайын. Сондықтан ол бізге ұнаса да, ұнамаса да, біз жасанды интеллектіні қалай пайдалануымыз керек, оны қалай біз жауапты пайдалануымыз керек, оны қалай біз тиімді пайдалануымыз керек, оны қалай біз дұрыс пайдалануымыз керек деген сұрақтарға жауап беріп, оны балаларымызды міне осы мәселеге үйретуіміз керек. Сондықтан бірақ ол жасанды интеллектіні біз мектепке енгіземіз деген ол жай қарапайым біз GPT-ді ашып қой, енді мына сөзді жаз деп ежелеп отыратындай бұл мәселе деп мен ойламаймын. Өйткені біздің балаларымыз қазіргі уақытта оны кәдімгідей кеңінен қолданып жүр. GPT-ді, Gemini-ді да, DeepSeek-ті да қолданады, ол ашық. Мәселе оны қалай қолданады? Біз ол балаларды үйретуіміз керек, қалай оны дұрыс қолдануымыз керек, тиімді қолдануымыз керек. Өйткені сол дұрыс емес қолданғанның кесірінен қазір балалар тіпті ойлау қабілетінен, тіпті анализ талдау қабілетінен, тіпті жай қарапайым сұрақтардың өзін құрастыру қабілетінен қалып бара жатыр. Сондықтан біз балаларға нені үйретеміз? Біріншіден, мынау этика мәселесін. Екіншіден, академиялық адалдық. Сен қай уақытта оны қай жерде қолдануға болады, қай жерде қолдануға болмайды. Оның қандай жауапкершілігі бар. Үшіншіден, экологиялық мәселелері бар. Төртіншіден, ең бастысы менің ойымша бұл сыни тұрғыда ойлау. Өйткені жасанды интеллект көп галлюцинациялар бар. Ақпаратты бергенде тіпті әдемілеп тұрып, ссылкасына шейін бәрін береді, бірақ үңгіліп тексеріп қарасан, тіпті басқа автор ондай журнал жоқ, өтірік бір ссылкаларды беріп қояды. Сондықтан балаларымыз бірінші кезекте сыни тұрғыда ойлау. Жасанды интеллекттің берген ақпаратын біз кәдімгідей анық бір шындық деп танымауымыз керек. Ол сыни тұрғыда ойлау. Үшіншіден, бұл енді оқу сауаттылығы. Жасанды интеллект деген не? Ол тіл құралы. Ол тіл құралы болғаннан кейін оны түсіну үшін біз жақсы тексттерді, мәтіндерді оқу білуіміз керек, оны тану білуіміз керек. Соған байланысты оқу сауаттылығы. Мен айтамын ғой, оқу сауаттылығы бізде өкінішке орай біздің оқушыларда төмен деңгейде. Ол деген біздің балаларымыз ежелеп оқиды, әлде текстін оқи алмайды деген емес. Зуылдатып күшті оқиды, тез оқиды. Бірақ сол оқыған мәтін сұрақ қойып, ішінде не оқыдың деп сол мәтін бойынша бір жақсы сұрақтарды қойсан, сол сұрақтарға жауап бере алмайды. Міне осы оқу сауаттылығы деген. Сондықтан жасанды интеллектіні қолдану деген ол оқу сауаттылығын арттыру дегенді білдіреді. Ол сыни тұрғыда ойлау дегенді білдіреді. Ол жалпы өзінің жаңағы басыңмен өзінің бүкіл когнитивті қабілеттерінді талдау қабілеттерін қолдану дегенді білдіреді. Тағы да бір маңызды мәселе, жасанды интеллектіні біз мектепте енгізгенде, әрине біздің бағалау жүйесін өзгертуіміз керек. Өйткені баяғыдағындай бізде қазір дайын жауаптар әлемі. Өйткені барлығы жауаптар дайын. Сен сол жауапты білу үшін үй жұмысын берсен, әлде тапсырма берсен, ол дайын жауаптардан